Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы бала арманы, үстеу. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты видеороликке назар аударайық. Қымбатты дос, тіл қандай да болмасын ұлттың, халықтың баға жетпес рухани қазынасы. Бұны білгенің жөн. Бұл оқулықтағы мезгіл үстеуі туралы берілген тақырыптан өз білімдеріңді шыңдай түсетіндеріңе көздерің жеткен болар. Білім негізі оқулықта. Жастайыңнан қиялыңды қияға өрлеткен ғажайып тіліңнің болашағы сенсің, жас ұрпақ. Мезгіл үстеулері және олардың мағыналары, сұрақтары, мезгіл үстеулердің қолданылатын орындары, қолданылу мақсаты. Сәлем, Айнұр. Қалың қалай? Келгенің қандай жақсы болды? Не болды? Көңілсізсің ғой. Жазира, мен жаңа сабақты түсінбедім. Маған көмектесесің бе? Мен кітапты да ала келдім. Әрине көмектесемін. Мен мезгіл үстеуді жақсы түсіндім. Мына суретке қарашы. Мысалы, әкем бүгін егін ору науқанына қатысып, ауыл адамдарына көмектесті. Бүгін көмектесті. Қашан көмектесті? Сонда, мезгіл үстеуі қимылдың қашан болғанын білдіреді екен ғой. Иә, қашан болғанын, қашаннан бері болатынын білдіреді. Мына суретке қарап, мен де мысал айтып көрейінші. Абзал мен Мақсат аттарын ерттеп, тауға шығуға күні бойы дайындалды. Күні бойы дайындалды. Қашан дайындалды? Өте дұрыс. Түсіне бастадың. Оқушылар, барлығымыз ережеге мұқият назар аударайық. Қашан сұрағына жауап беретін үстеулерді мезгіл үстеулері деп атаймыз. Мысалға, күндіз оқиды. Қашан оқиды? Күндіз оқиды. Бұл жерде мезгіл үстеуі күндіз. Жаздай демалады. Қашан демалады? Жаздай демалады. Әрмен қарай ережелі жаттығуларды орындайық. 8-ші жаттығу, 108-ші бет, мақалды оқып жатқа жаз. Ерте шықсаң алдыңнан күн шығады, кеш шықсаң алдыңнан түн шығады. Бұл жерде мезгіл үстеулерді тауып, астын сыз. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Мысалға қарайық. Ерте шықсаң. Қашан шықсаң? Ерте. Бұл жерде мезгіл үстеуі ерте. Кеш шықсаң. Қашан шықсаң? Яғни кеш шықсаң. Бұл жерде де мезгіл үстеуі кеш. Яғни бұл жаттығуда ерте, кеш сөздері мезгіл үстеуі. 9-ші жаттығу. Сыңарын тап әдісі арқылы жұмыс жасаймыз, яғни жұптаса отырып сөздердің сыңарын тауып, әрқайсысымен сөйлем құрап жаз. Мен бір мысал келтіріп кетейін. Бұрын, қазір. Үлгі. Бұрын үйге киіз төсесе, қазір кілем төсейді. Әрмен қарай сөздерді сыңарын тауып, сөйлем құрап жазайық. 10-ші жаттығу. Жасырын сөйлемді таңбаға сәйкес әріптердің көмегімен тауып оқы және жаз. Үлгіге қарайық және сөздерді табамыз. Үйге тапсырма. Кестені тиісті сөздермен толықтыр және оларды өзара салыстыр. Ережені жаттау. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.